Несиелер, депозиттер, акциялар. Қайсысы жақсы және тиімдірек? Осы сұрақтың жауабын анықтау мақсатында бүгін біз түрлі қаржы құралдары мен олардың ерекшеліктері туралы сөйлесеміз. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Инвестициялау бояудың қалай кеуіп жатқанын немесе шөптің қалай өсіп жатқанын байқаған процесс сияқты болуы керек. Егер сізге қандайда бір құмар ойындар қажет болса, Пол Сэмюэльсон жазып кеткендей, $800 алып, Лас-Вегасқа барыңыз. Сондықтан жеке қаржыңызда эмоциялар емес, стратегия маңызды. Ал ол үшін сізге білім мен талдау қажет. Яғни өзіңізге ең жақсы құралдарды таңдай алу үшін керек. Дағдарысқа инвестициялау. Дағдарыс әрдайым дәстүрлі активтердің қаншалықты тұрақсыз болатынын көрсетіп келеді. Тіпті ең қауіпсіз деп саналатын активтер артылған сенімді ақтамады. Осылайша банк салымдары мәлімделген кепілдіктеріне қарамастан бұрын ойлағандай сенімді болмай шықты. Жоғарғы қарқынмен өсіп келе жатқан инфляция, теңге дефолтының жоғарғы қаупі, инвестициялардың төмен қайтарымы. Мұның бәрі капиталды сақтау мен көбейтудің басқа тәсілдері туралы ойлануға себеп болып табылады. Дегенмен халық ақшаны көбіне банкке салуды жалғастырып жатыр. Өйткені бұл түсінікті және бәріне қолжетімді. Алайда мұндай инвестициялардың орташа табыстылығы жылына 5-10% құрайды. Ал бұл өте аз және тіпті инфляцияны да қамтымайды. Мұндай салымның кемшілігі деп салымды орналастыру кезінде пайызды белгілеу және ұзақ мерзімді инвестицияларда салымның бір бөлігін шешіп ала алмау мүмкіндігін айтуға болады. ETF немесе инвестициялық бай қорлары. Бұл бағалы қағаздары биржада сатылатын инвестициялық қорлар. ETF сізге белгілі бір индекс қорына кіретін көптеген компанияларға бірден қаржы салуға мүмкіндік береді. Брокер арқылы жұмыс істей отырып, инвестор кең әртараптандыру арқылы тәуекелдерді азайтады. Мұндай инвестициялар жылына 10-30% табыс әкелуге мүмкіндік береді. Компанияға өзіңіз салған инвестициялармен салыстырғанда ETF пен инвестициялық бай қорлары әлде қайда жеңіл және арзан. Өйткені брокер мұнда барлық жұмысты өз мойнына алады. Бизнес. Табыс табудың ең дұрыс әрі тәуекелі тәсілі бұл шағын және орта бизнеске инвестициялау. Бизнес процестер жолға қойылғаннан кейін кәсіпорынды масштабтау кезеңі басталады. Бизнесті дамытуға ақша салып отырып, инвестор егжей-тегжейлі талдау кезінде жоғарғы ROI және жылдық 30-50% табысқа сене алады. Бұл жағдайда тәжірибенің болмауы дұрыс емес шешім қабылдауға және инвестициялардың жоғалуына әкеледі. Краудфандингтік платформалары шағын бизнеске барынша аз күш жұмсауға мүмкіндік беріп, алдын ала аудит жасай отырып, компаниямен келісім жасасу арқылы қаражаттың сақталуына кепілдік береді. IPO немесе бастапқы жария ұсыныс. Бизнеске өз акцияларын сату арқылы қаржы жинауға мүмкіндік береді. Осындай акцияларды сатып алғаннан кейін инвестор акционер болады және шамамен 40-150% кіріс ала алады. IPO-ның басты артықшылығы кәсіпорынның акцияларын олар биржаға шықпас бұрын сатып алу мүмкіндігі. Алайда кәсіпорынның акциялары биржаға шыққаннан кейін олардың бағасы түсуі мүмкін. Бұл ретте тәуекелдерді азайту үшін сіз ақша салған бизнесіңізді мұқият талдауыңыз керек. Криптовалюта. Соңғы жылдары криптовалюталар қаржы әлемінде нағыз сенсация тудырды. Бұл өте жоғарғы кірістілікпен ғана емес, орта есеппен 30-150%, сонымен бірге тұтастай алғанда қаржы жүйесін қайта бағалауымен де байланысты. Инвестор криптовалютаны сатып алып, оның бағасы өскенше сақтай алады, немесе оны биржада сатуға тырысады. Айта кету керек, криптовалюта әлі күнге дейін өте құбылмалы актив болып табылады. Бағаның бірнеше рет 99%-ға төмендеуі байқалады. Сондықтан мұнда сіз трендте болуыңыз керек және жан-жақты талдау жүргізуіңіз керек. Көріп отырғаныңыздай, пассив кіріс банк салымымен шектелмейді. Тұрақты табыс үшін талдау, стратегия және тәртіп қажет. Құралдарды таңдау кезінде жаңадан келген инвестор үшін бәрін бірден түсіну өте қиын. Инвестициялар туралы түсінікті қолжетімді ету үшін біз барлық қажетті мәліметтер қамтылған қосымшаны жасадық. Менің ойымша мұнда ең бастысы әртараптандыру, акциялар мен облигациялар, бағалы металдар мен жылжымайтын мүлік. Бірақ мәселе мынада. Адамдардың көбі тек депозиттер мен жылжымайтын мүлікті біледі. Оған қоса бизнеске несие алып жатады. Сондықтан шешімді қаржы құралдарын оқып, зерттеген соң ғана қабылдау керек. Бүгінге осы. Біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желілердегі парақшаларымызда көптеген қызық және маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, инвест идеялар дайындаймыз. Сіздермен болған Расыл Миразбек, көріскенше.